Hello everybody, қалайсыздар? How are you? Бүгін біз сіздермен келесі топикті талқылаймыз. A dog and his owner дейді. Ит және оның иесі. Owner дегеніміз иесі. ER окончание жалғанып тұр, сондықтан да бұл адам ретінде болып тұр. Алдымен сабақты бастамас бұрын сіздерге лайк басып, подписаться етулеріңізді сұраймын. Өйткені маған видео түсіруге желание болмай қалады екен. Ал олай болса кеттік. The police have been called to a surfing competition in Spain. The police, полицейский. Бұл жерде зат есім ретінде тұр. Өйткені the деген артикл тұр. Бұл определенный артикл, қандай полицейский екені белгілі. Сондықтан да the деген артикл тұрады зат есімнің алдында. Екі ғана артикл бар ағылшын тілінде an және the. Полицейский have been called дейді. Бұл бізде қандай шақта тұр? Have been called. Present perfect passive шағында тұр. Бұл жаңа ғана аяқталған іс-әрекет және нәтижесі бізге белгілі. Осы шақпен байланысты. Пассив болуының себебі бұл жерде іс-әрекеттің иесі айтылмайды, кім істегені. Түсінікті ма? Қараңыздар, полицейскийні шақырды деп тұр. Не үшін полицейский шақырды емес, полицейскийні шақырды деп тұр. Өйткені мына шаққа қараймыз, have been called. Бұл жерде present perfect пассив болып тұр. Пассивте іс-әрекет айтылмайды, кім істелгені. Сондықтан да полицияны шақырды болып тұр мына жерде. Мінекей, present perfect passive. Көріңіздер ме? Has, үшінші шақ болған кейін has'ді қолданамыз. Басқа жақтарда have'ді қолданамыз. Has been және етістік болады, оған иди немесе үшінші жақ жалғанады. Этот дом уже построен дейді. Бұл үй уже соғылып қойды, бірақ кім соғылғаны айтылмайды. Мына жерде бізде полицияны шақырды болады. Кім шақырғаны белгісіз. To a surfing competition in Spain. To бізде предлог бағытты білдіреді, қай жерге шақырғанын білдіреді. В деген бағытты білдіреді. Бұл бізде қазақ тілінде жоқ, орыс тілінде, ағылшын тілінде бар. A surfing competition дегеніміз жарыс. In Spain, Испанияда. Яғни Испанияда серфинг жарысына полицияны шақырды. The reason бізде зат есім болып тұр, өйткені the деген артикл тұр. Причинасы, себебі дейді. Was, өткен шақта to be-дің болды. That, что деп аударылады. Қазақ тілінде бұл аударылмайды. Орысша что деп аударылады. A dog has been stealing. It дейді, it has been stealing. Қандай шақта бізде бұл has been stealing? Бұл бізде present perfect continuous шағында. Present perfect continuous дегеніміз бұрын басталған және қазірге дейін сол іс-әрекет жалғасып келе жатыр. Немесе бұрын басталған және белгілі бір уақытқа дейін ғана болды бұл іс-әрекет. Формуласы have, has, been және етістікке ing жалғанады. Ing жалғанып тұр. Present perfect continuous. Мінекей, көрдіңіздер ме? Have been және етістікке ing жалғанып тұр. I have been writing. Я пишу дейді. Көрдің ме, уже 1 сағат жазып жатыр, бұрын басталған. Немесе 2 сағаттан бастап жазып жатыр. Іс-әрекет бұрын басталған және қазірге дейін жалғасып жатыр. Present perfect continuous. Steal дегеніміз бізде ұрлау деген мағынаны білдіреді. It ұрлады дейді, нені ұрлады? All the attention дейді. All дегеніміз барлық, the артикл бізде, зат есім алдына қолданады. Attention бізде зат есім, сондықтан the қолданады. Attention дегеніміз назар. Барлық назарды өзіне ұрлады дейді it. Барлық назарды өзіне алды дейді. During, во время деп аударылады, кезінде. The competition, жарыс. Яғни жарыс кезінде барлық назарды it өзіне қарай ұрлады дейді. Соның себебінен полиция шақырыпты. The dog, келесі сөйлем. The dog, ит дейді. Қараңыздар, мыняқта a dog деп тұр, мыняқта the dog деп тұр. Неге? Өйткені a dog
екі артикл бар деп айттым, иә. A dog бізде белгісіз ит, ол қандай ит екен, иә. Ол сары ит па, үлкен ит па, кішкентай ит па, сондықтан да артикл қолданып жатыр. Белгісіз болса, артиклі қолданады. Өзі ат айтып тұрғанда неопределенный артикл бұл. А мына келесі сөйлемде уже бұл қандай ит екені белгілі. Surfing айдайтын ит екен уже белгілі, иә. Сондықтан да the деген артикл қолданып жатыр. Көрдіңіздер ме, артиклді қолдану ол сіздің өзіңізге байланысты. Егер ол зат сізге белгілі болатын болса, the деген артиклді қолданасыз. Ал ол зат белгісіз болса, an деген артикл қолданасыз. The dog eat and және his оның олдарға қолданады, иә. His own дегеніміз бізде бар. Ол иесі, деп иелену деген мағынаны білдіреді. А бізде окончание жалғанып жатыр, иә. Окончание жалғанып жатыр, значит, бұл иесі деген мағынаны білдіреді. Адамға айналып кетті, иесі. Surfed деген серфингпен айналысты деп тұр. Өткен шақпен идея окончание жалғанып тұр. Бұл бізде past simple, жай өткен шақ. Ит және оның иесі серфингпен айналысты. Together, бірге айналысы деп. Together, бірге. On the same surfboard among the others дейді. On деген бізде предлог, бірнесенің үстінде деп тұр. Ненің үстінде? The same surfboard, серфинг тақтасы деп тұр. Яғни серфинг тақтасында ит және оның иесі бірге серфинг жасады дейді. Among деген среди, арасында. Кімдердің? The others, басқалардың деп тұр. Бұл жерде адамдарды мен деп тұр. The others, басқа адамдардың арасында. The police said, полицейский айтты, өткен шақта, иә, айтты. Егер де осы шақта болса, say деп айтушы еді, say. Бұл осы шақ. Бірақ бұл өткен шақ болған кейін said деп тұр. Айтты. They have called us to remove the dog and his owner as they have been getting more attention than the actual competition дейді. They have called, бұл қандай шақ? Present perfect шағы. Have және call деген еске иде жалғанып жатыр, иә. Жаңағыны істеліп қойған іс-әрекет нәтижесі бізге белгілі. Яғни бұл олар жаңа ғана звондады дейді. They, олар, have called, звондады, us, бізге, to remove дегеніміз алып тастау деген мағынаны білдіреді. The dog, итті, and және his owner, оның иесін, өткені, as дегеніміз өткені, they, олар, have been getting, бұл қандай шақ? Бағана біз айттық, иә, has been stealingге ұқсайды. Бұл present perfect continuous шағы. Бұрын басталған, қазірге дейін жалғасып жатыр, иә. Have been getting more attention than the actual competition. Олар than дегеніміз салыстырып тұр бұл жерде, қарағанда деп тұр. Яғни мынаған қарағанда actual competition, дәл қазіргі жарыс деп тұр. Дәл қазір болып жатқан жарысқа қарағанда дейді, иә. Барлық назарды дейді, attention назарды кімдер алып тұр? Ит пен оның иесі алып тұрғандықтан оларды алып тастау үшін шақырды дейді полицейский. The dog's owner said, апостроф s тұр, иә, өйткені притяжательное местоимение, иә, иттің деп тұр. Яғни тәуелді болып тұр, иттің иесі. The dog's owner said, иттің иесі айтты дейді. We have always surfed together. Бұл жерде present perfect жағы, иә. Қазір істеліп қойған іс-әрекет. Біз always әрқашанда. Біз әрқашанда together, бірге серфинг жасаймыз дейді. I think, бұл жерде уже present simple шағы. Present simple шағы білеміз, иә. Күнделікті істеліп жатқан іс-әрекет. I, мен, think, ойлаймын. My, менің. Dog, итім. Is, ол. Sometimes, кейде. A better, жақсырақ. Surfer, серфинг жасайды. Яғни, a better surfer, жақсы серфинг дейді. Than I am, менен қарағанда дейді. Than салыстырып тұр, иә. Итпен өзін салыстырып тұрған кезде than'ді қолданып тұр. Егер екі затты салыстырсаңдар,
Than дегенді қолданып сөйлейсіңдер. Қарағанда, it маған қарағанда деп салыстырып тұрған кейін thanді қолданып тұр. Do you have a question? Сұрақтарың бар ма? Сұрақтарың болса, комментарияға жазыңыздар. Подписаться етіңіздер. Goodbye.